дайын болу керек қой, иә? Енді дайын болу керек дегенде не істейтініңізді білу керексіз да. Барып ана аспаннан айдан түскен сияқты ау деп жүрмеу керек та. Өзіңізде де кішкене бір дайындық болған жақсы. Мысалы, суға шомылу үшін шомылуды білу керек па адам, жүзуді? Бассейнге түсу үшін. Иә. Енді жүзе алмаған адамды суға лақтырып жіберсеңіз не болады? Батпай ма? Тура сол сияқты нәрсе. Бізде кейбір кезде апарып түсіреді да, туризм болып, кейбір бірінші рет барып ештеңені білмеген адам егер дұрыс ұстаз бармаса, Меккеде не көрдім десе, 25 этаж гостиница көрдім, доллардың курсы мынандай, евроның курсы мынандай, алтын арзан екен, мынандай екен деп айтады. Неге? Өйткені көргені сол. Негізі қажылық қабыл ма, қабыл емес пе, оның белгісін көруге бола ма дегенде болады деген. Қалай көруге болады десе, мына сөзден көресіз. Не көрдің Меккеден, қалайсың, өзгеріс тапсың десе, міне көрініп тұрады. Соқтан ораза да солай, намаз да солай. Адамды өзгеріс алып келсе, онда қуану керек. Мен баяғыда бір күнә істегем, енді тәубе еттім десе, ол күнәсі кешірілді ме, кешірілмеді ме, қайдан көруге болады? Өзгеріс тапты ма? Адам бір нәрсені өзгертті ме, өмірін түгел өзгертсе, онда үмітіміз бар, Құдай жақсылық берген екен.